Еуропаның екі үлкен ғалымы коронавирустың қолдан жасалғандығын, яғни лабораториялық өнім екендігін, зертханада жасалғандығын, табиғат дүниесінде табиғи бұндай вирустың қалыптаспайтындығын дәлелдеп, оның сол Ухан лабораториясынан шығу мүмкін деген сияқты жазады. Оны біз Фейсбукте де Нағыз Атажұртта, Атажұрт Қазақ Human Rights Серікжан Біләш деген аккаунтта да, сосын мына ютубте де ақш деген ютуб каналымыздың арнайы текст жазатын жерінде коммунити деп аталады, сурет текст, соның бәрінде жаздық. Бұл Англияның Daily Mail дейтін Англияның атақты баспасөзінде жариялады. Енді осыны біз аударып жариялаймыз дедік. Міне одан бері мына арықтау дегенде бір бәле болды ғой соны. Сол арықтаймыз деп уақыт болмай жүр өзі. Жасырары жоқ, мына қарның аш кезде кейде шабытың да келмей қалады екен, қарның аш болса. Сөйтіп шабыт та келмей, уақытта болмай сөйтіп кетті өзі. Ал бұл жерде неге Еуропа ғалымдар жариялайды, неге Англия жариялайды? Бұл жерде не гап жатыр? Еуропаға коронавирустың Қытайдан шыққандығын дәлелдетеді. Америка бастайды, Еуропа қостайды, сосын Қытайдың төбесінен бомбасын тастайды. Тас-талқан қылуы мүмкін. Немесе финанстық бомба, қаржылық бомба. Қытайды алады дағы төлем төлейсің дейді. Ойла, Америкада қанша адам өлді, Еуропада қанша адам өлді. Гуглге кіріп, коронавирустан өлген адамдардың санын сұра. Қаншама адам өлді. Енді оның әр қайсысына, мысалы, $1 миллион төлем төлетсе, Қытайдың ақшасы жетпейді ғой. Қытайдың ақшасы жетпейді ғой. Ал енді Қытай төлем десе қайтеді? Юанның халықаралық валютадағы айырбас құқынан айырып тастайды. Немесе юанды құнсыздандырып жібереді. Жаңағы айырбастамай қояды. Шетелдегі бүкіл активтерін Қытайдың компартиясын мұздатады. Қытай коммунистерінің шетелге тыққан триллиондаған долларларын. Ол жерде сіздер ойламаңдар, жеке адамның ақшасы. Жеке адамның ақшасы мемлекеттің ақшасынан көп. Біздің қазақтың ұрығарларының шетелге тыққан ақшасы бүкіл жер шарын тастан-қан қылуға жететін ақша. Сондықтан сен қайыршы болып жүрсің. Сондықтан сенің үрергейтің сығарға бейтің жоқ. Сондықтан бұл жерде шетел мұздатқанда Қытай мемлекетінің ұлттық капиталдарын, ұлттық компаниясының активтерін, ақшаларын мұздатудан тыс, Қытайдың ірі байларының, коммунистерінің ұрдаған жырдаған ақшасын мұздатуы мүмкін. Әрине, Қытайшылдардың ішінде Орта Азиядағы, немесе Африкадағы Қытайға жаңа жан басатын, Қытайдың қуыршағы болған, Қытайдың итаяғынан жуынды ішіп жүрген елдердің және олардың басшыларының ақшадарын мұздатуы мүмкін. Міне, гап қайда жатыр? Гап осында жатыр. Енді бұл әңгіме Си Цзиньпин үшін алғанда не болады? Соққы болады. Енді Си Цзиньпин қайтеді оны. Си Цзиньпин не істейді? Соғыс ашады. А соғыс не? Финанстық соғыс. Қытай ішкі жағынан бүкіл жаңағы Американың бүкіл доллары Қытайда ең көп. Доллар Америкадан өзінде жоқ доллар Қытайда ең көп. Қытай жаңа 40 жыл валюталық контролдау мемлекеті болды ғой жаңағы. Біздің Қазақстандағы сияқты көшеде ақша айырбасталмайды өздерде. Банктер ғана, көшедегілер заңсыз әшейге бір аз уақытқа жаңағы жіберіп қойды да, сосын оны кез келген уақытта жаңағы заңсыз деп тартып алады. Яғни валютаны қатты контролдады, билік тарапынан контролдады. Сөйтіп бүкіл Қытай жаңағы долларды жейді. Енді долларын шашалмай әлек, жаған-жаққа шашалмай әлек. Африкаға кім қарыз сұрайды, мәдеп беріп жатыр. Ал осының алдын алу үшін Америка финанстық соғыс ашуы мүмкін. Еуропамен бірігіп отырып, финанстық соғыс ашуы мүмкін. Бұл өте күрделі әңгіме. Бұл туралы мен Daily Mail'дегі әлгінде коронавирустың жаңағы мақаласын мен сіздерге арнайы бір аударып түсіндірем. Және оған қатысты бірнеше мақала шықты, оны аударуға уақытым болмай жүр. Соны шетінен үстінен баспа-бас аударып отырып, былтыр жаздағыдай ағылшын тілді медиаларды бір шолып, бір шаңдатып берем. Менімен бірге осы каналға жазылып тыңдасаңыздар, әлі талай қызық болады. Уақыт болмай жүр, көңіл күйде болмай жүр. Қарнаш адамда көңіл күй болмай деген. Үнемі қарның ашып тұрғаннан кейін. Енді әңгіме ішке қаратып, ту деп сыртқа қаратып бөстеді.
Енді Қытай Біріккен Ұлттар ұйымында немесе халықаралық сотта бүкіл осы коронавирустың таралуына Қытай себепші дегенде өзінше дауыс жинамақшы. Дауыс жинау үшін қайтеді? Осы Қытайға қарсы дауыс жинағанда 20 демократиялық ел Қытайды айыптап дауыс бергенде қайтты? 37 сорлы Құдайдың қарғысы тиген мұсылман елдерінің басшылары Қытайда бәрі жақсы, бәрі дұрыс деді. Енді оларды ақиретте сол Қытай коммунистермен қатар сапта тұрсын деп тілейміз енді. Ақиретте тірілгенде олар сол Қытай кәпірлерімен бірге тірілсін, және жаһаннамда да солардың қатарында болсын деп тілейміз. Басқа не шарамыз қолымыздан келеді оларға. Кім қай қауымды жақсы көреді, сол қауыммен бірге тіреледі. Кім олар Қытайды жақсы көрді, болды Қытаймен бірге, екі дүниеде де Қытаймен бірге болсын. Бұл дүниеде ғана емес, о дүниеде де болсын. Осы қазіргі Қытайды жақсы көретін қазақтарға да менің айтатыным сол. О дүниеде де сол Қытаймен бірге болыңдар. Қытайдың қайда болатынын білесіңдер ғой, Қытайдың қайда болатындығы, Қытай коммунистерінің қайда болатындығы бәрілеріңізге түсінікті. Енді о дүниеде де солармен бірге болып, жаңағы өздеріңіз біліңіздер ар жағын. Бұл жерде үлкен гап тұр. Енді соғысқа дайындалудың басы бала туу. Бала туу деген не? Қытайға жас керек. Екіншіден, коронавирустан Қытай қынадай қырылып қалды. Қытай қынадай қырылып қалды. Мысалы, әкесі өлген, шешесі өлген, атасы өлген, әжесі өлген, қайғырып жүрген отбасына онсыз да туа алмайды енді олар. Шектеп тастаған. Не әйелінің ұрық жолын буып тастаған, не еркегінің ұрық жолын буып тастаған. Қытайда не бір сұмдық медициналық нелер бар ғой, жазалар. Енді алады да ту дейді, рұқсат беріп қояды. Жеңілдетеді. Ана ауылда ғана құжынап құрттап жатқандар айтады, онсыз да олар онсыз да туып жүр. Ана өлкеге барып бір туып, мұны өлкеге барып бір туып, сөйтіп батқып жүргендер бар. Үңгірде жасайтын, таудың үңгірінде жасайтын Қытай бірдеңке 100 миллион Қытай бар. Мына Шанши, Гансу дейтін Қытайдың жерлеріне барсаңыз, таудың үңгірінде жабайы куәлік атымен жоқ. Атымен куәлік жоқ. Тау. Сондай жерде жасайтын Қытайлар бар. Енді оларға 3 бала ту дейді. Ол жаңағы үңгірде жасайтындар, ол 10-шы баласын туып қойған баяғыда. Бұлар сондай бала құмары қалып. Енді бұл жерде 3-ші бала коронавирустан қырылып қалған Қытай отбасыларындағы қоғамға деген наразылықты, анти-қоғамдық, мына билікке деген наразылық дейді. Себебі дүниеге сәби келгеннен кейін әркім жаңа халаулайлымды айтатын, жайдары болады, жаңа қайғыны ұмытады. Қытай тілінде де бар жаңа қайғыны қасіретті қуанышпен жуу деген мақалдары бар өздерінің. Сөйтеді де бұлар ұмытады деп отыр. Бұл бір қоғамдық наразылық, көңіл күйді жоғалтпайды. Себебі бір үйде жаңағы бала туғаннан кейін жора жолдас, дос, туысқаны келеді, құтты болсын айтады, сыйлық береді, өзі дәгі сәбидің тілінеді, жаңа несіне қылығына алданып, сонымен жаңағы наразылықты ұмыта бастайды. Бұл тактика бір. Екіншісі, Қытай шын мәнінде халқы қырылып қалды. Екі. Болашаққа, ұзаққа жалғасатын соғысқа дайындалып жатыр. Екі. Себебі бір тал қызы бар Қытай, соғысқа барасың десе қайтеді? Ойланады ғой. Ол енді бір екі ұл туғызып алсын. Қытайдың ұлттық менталитеті бойынша артымда тұқымым қалды ғой дейді, соғысқа бар десе барады ол. Міне. Кем дегенде жаңа Қытайдың еркектеріне, әскерилеріне баланы тапқызып алып, ол артымда тұқымым қалды ғой. Енді соғыс дейді. Екі. Үшінші бір факты. Өткенде мына ағылшын тілді, Қытай тілді медианың бір шағын қағып алдым. Оны білген ел білді, білмеген ел білмеді. Енді қазақтарға дұрыстап бір түсіндірейін. Мына Қытайда жалпы ұлттық санақ жүрді. Сол жалпы ұлттық санақ жүрген кезде аяқ астынан Қытайдың өсімі баяулады, ойбай, қазақ пен ұйғырдың өсімі Қытайдан жоғары деп оттай бастады. Соны менен интервью алды. Мен айттым, бұл 4 фактыны айттым. Мен айтқан бұл факт кейін бүкіл батыс жұртының жаңа назарын аударып өзі үлкен дүмпу қозғады. Біріншісі дедім, бұл санақ өтірік дедім. Екіншіден, о жақта қазақтарға, ұйғырларға баяғыдан үгіт насихат. Мемлекеттік қызметкерлерге бір бала тусаң, екі тусаң жаңағы онша мән-сағың өспейді. Тіпті қаншама қазақтар енді надан қазағың, мен бала тумайын. Бала тумайтындарға сыйлық берді ғой, жаңағы қолдарына құжат беріп, жаңағы өте адал берілген отаншыл деп, соларға жаңағы сөйтті ғой. Сонда мен білетін, мен танитын, бетінен танитын қаншама отбасы біз бала
тумаймыз, бала керегі жоқ деп, сөйтіп өкіметтен сыйлық алып мәнсаптарын өсіріп алды ғой. Міне